Дисциплина. Мен бүкіл әлемді өзіме қаратам, мен мировой адам болам, мен мықты бай болам, миллиардер болам деп айтасың, бірақ сен элементарныз ерте ұйқыңнан тұра аласың ба? Өз-өзіңе әлің келеді ме? Егер сен таң атпай тұра алмасаң, уақытымен тұрып уақытымен жата алмасаң, өзің дұрыс тамақтана алмасаң, берілген затты уақытымен пайдаланбасаң, сен қалай өзің дегеніне жетесің? Кез келген үлкен мынандай дәреже кішкентай қадамнан басталады. Бұндай қадамға күлудің қажеті жоқ. Әрбір кішкентай қадаммен өсіп келе жатқан адам 2 жылдан кейін үлкен өзгерістер болады. Кез келген әлемдегі үлкен дәрежеге жеткендер кішкентай қадамнан басталады. Ең бірінші нәрсе ол ұйқы. Ұйқыдан бастау керек. Себебі ұйқы ең қиын нәрсе. Тәтті ұйқы адамды қысады, тұрғың келмейді. Ой, жарайды, ертең болсыншы, ертең жасаймын, ертең. Сөйтіп ертең деген кезде жасың 30-ға келеді. Көзіңді ашып жұмсаң 60-тасың в принципе. Сол себептен маңызды емес, 5 жастасың ба, 10-дасың ба, 20-дасың ба, 25, 30. Қартаймайтын пенде жоқ. Бұндай жастық шақ екінің біріне беріле бермейді. Сол себептен сенің қазір нағыз ойланатын кез. Сен не қылайсың, не тұрасың? Бостандық өзіңде, еркіндік өзіңде. Не болса да өз өміріңді өзің жасайсың. Ойлан.